Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тойбастар Ақбаян. Біз бүгін тойбастарға қажетті заттармен танысамыз. Ең бірінші бізге фото бумага қажет, яғни 200 граммнан жоғарғысы, лажғысы 210-220 граммдықтары. Және де ыстық клей, пываглей, дракула и ленталар. Және де двухсторонний скотч, нож канцелярский и қайшы қажет. Ленталарды әр тойбастардың өзінің түсіне қарай аласыздар. Біз пирамида тойбастар жасаймыз. Ол үшін шотқа кіреміз және фотоға кіреміз. Сонымен өзімізге керекті шаблонды аламыз. Міне осы түрін алдым. Клиент осы түрін таңдады. Бұл платный каналда, телеграмда өзі платный каналдарда бар. Астынан тексті аламыз. Енді Ибрахим бір жас тұсаукесер деп жазамыз. Жанынан түсін өзгертеміз. Түсін өзгерту үшін осылай жанда пипетканы таңдасаңыздар, осылай костюмшігімен сәйкестендіріп алуға болады. Границаны алып тастаймыз. Және осылай астындағы стрелка арқылы үлкейтіп, кішірейтіп туралап аламыз. Ана жерге қоямыз. А дегенге қойып, шрифтін өзгертуге болады. Енді келесі бетіне басып тұрып, карандашты басып, копировать етеміз. Осылай стрелка арқылы келесі жағына қоямыз. Осылай енді шығаруға дайын, сохранить етеміз. Сохраненный деп ары қарай енді мен телеграмға сақтаймын, компьютерға түсіру үшін. Телеграмда качествосы жақсы сақталады. Өзім атыма канал ашып қойғам. Мына скрипканың суретін басамыз, файлды басамыз, галереяны басамыз. Сөйтіп жаңағы сақтап алған фотомызды жүктейміз. Сол кезде качествосы бар болып шығады, файл арқылы жіберсек. Енді ары қарай компьютерді қосамыз. Телеграмға кіреміз. Ашылды. Өзімнің парақшама кіремін. Қазір міне скачать деймін. Файл арқылы жіберілген. Ары қарай осыны загрузки папкамызға кіреміз. Міне менікі сақталды. Енді соны печать етіп шығарамыз. Осылай печать етеміз. Автоматически мына жақта фото бумаға барлық несін жазамыз. Мына жерге санын жазамыз. 25 штуктан шығарамын. Енді печать етеміз. Уже печать етіліп, печать етуге дайындалып жатыр, яғни 25 штукты.
түріндегі тойбастарды жасауды көрсетемін дайын шаблондармен. Мына жерде енді өзім алдын ала қиып дайындап қойдым. Қазір қалай жасау керек екенін көрсетемін. Міне осылай аламыз. Мынау көрініп тұрған сызықтармен осылай бүктеп шығамыз. Міне осылай бәрін бүктеп аламыз. Ендігі клейді алып осылай жабыстырамыз. Осылай. Міне